Сәлем достар, сіздермен бүгін пирожен жасаймыз. Жұмыртқаларымызға шым-шым тұз, шекер салып, ағарғанша миксерлейтін боламыз. Сұйық майымызды, сүтімізді құйып, тағы да 5-10 минуттай миксерлейміз. Миксерлеп болған соң ұнымызды разрыхлитель және какао салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластыратын боламыз. Формамызға құйып, қызып тұрған духовкада 180 градуста 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Домалақ формамен кесіп алып, шетіндегі қалған бисквиттерді үгітіп, блендердің көмегімен езіп алатын боламыз. Кремамызды айналдырып жағып, ортасына қалған салмаңызды салсаңыздар болады. Салмамызды салып болған соң, үстінен креммен тағы жағып, жаңағы үгітілген тестамызды үстінен осылай сүйіп шығатын боламыз. Видеомды соңына дейін қарағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Ас болсын.